Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді әрі оңай бургерлер жасайтын боламыз. Алдағы уақытта менің дәмді рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен біз жұмсақ үлпілдек бургердің булочкаларын дайындайтын боламыз. Ол үшін 400 мг жылы сүтке 2 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық ашытқы салатын боламыз. Оның үстінен 60 грамм сары майымызды саламыз. Сары май ерітілген болу керек, және де барлығын жақсылап араластырамыз. Сонымен қатар жұмыртқаның ақуызы, 1 жұмыртқаның шамамен 700-750 мг ұн қажет болады. Онды аз-аздан сала отырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз дайын. Енді бұл қамырды 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Бұл қамырдан шамамен 8-10 шақты булочка шығады. Міне осылай қамырымызды грамдап бөліп алатын боламыз. Мен 120 грамнан жасадым әр қамырды. Сонда менде 10 булочка шықты. Қамырды дәл видеодағыдай дөңгелектеп жасап аламыз. Каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Және де каналды қолдау мақсатында лайк немесе комментарий жазып қалдырыңыз. Енді пергамент қағазы төселген табамызға булочкаларымыздың арасын алшақ етіп орналастырып шығатын боламыз. Бетін жауып, шамамен жарты сағатқа қалдырып қоямыз. 1 жұмыртқаның сарысына аздап сүт қосып, араластырып осы булочканың бетіне жағып шығамыз. Өте әдемі болып шығады. Және де бетіне күнжіт дәндерін себеміз. Қалауларыңызша аз немесе көбірек етіп сеуіп шықсаңыздар болады. Міне булочкаларымыз дайын, үлпілдек әдемі болып шығады. Енді фаршымызды дайындаймыз. 400 грамм, шамамен 400-500 грамм фаршқа 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Видеода көрсетілгендей осындай пергамент қағаздарын 4-бұрышты етіп кесіп аламыз да, үстіне котлетімізді домалақтап жайғастырып шығамыз. Және де бұны міндетті түрде морозильникке қойып қатырып алу керек. Мен кішкене ұзақ тұрғызбадым морозильникте, себебі тез жасау керек болды. Міне осылай майға қуырып аламыз. Екі жағын қызартып, міндетті түрде котлеттер дайын. Енді бізге 2 дана помидор қажет болады. Помидорды домалақтап, дәл ортасынан тураймыз. Және 2 дана қияр. Қиярымызды да дөңгелектеп турап аламыз. Және салатный лист қажет болады. Сіздер немесе пекинский капустаны пайдалансаңыздар да болады. Міне енді соус жасаймыз. Соусқа майонез және кетчуп қажет болады. Булочкалардың ортасын кесіп дайындап аламыз. Бургерді дәл видеодағыдай етіп жасап шығыңыздар. Міне бірінші соусымызды жағамыз. Сосын салатный листті және котлет, помидор, қиярымызды қойып, екінші бетін жауып, осылай жасаймыз.
бургерimiz дайын. Сіздермен болған Перизат, астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.